Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай үйге ілуге арналған декоративный айна жасап үйренетін боламыз. Бұл айнаның жасалуы өте оңай, көп заттың бізге қажеті болмайды. Видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Декоративный айна жасау үшін бізге осындай айна қажет. Осында кез келген көлемде айна сатып алсаңыздар болады. Бұл менде ең үлкен көлемдегі айна. Сызғыш, карандаш қажет. Ең бастысы осындай клей және сол клейді еріткіш қажет. Қайшы қажет. Және де мен фурнитура сататын жерден айнамызды әрлеуге осындай түрлі моншақтар алдым. Сіздерде осындай өздеріңізге ұнаған кез келген түрінен ала аласыздар. Және де бізге ең бастысы осындай шашқыш қажет. Бұл біздің айнамызды алтын түске бояу үшін қажет. Бұны кез келген құрылыс материалдарын сататын жерден алсаңыздар болады. Достар, бізге айна жасауға осындай кардон қажет. Бізге екі көлемде керек. Осындай кез келген үйдегі тарелка немесе басқа бір ыдысты алып, осымен өлшеп сызамыз. Яғни бізде мына ыдысымыз айнадан 2 сантиметр үлкен болу қажет. Карандашпен осылай кардонымызға сызып аламыз. Бірдестен бізге мен осы бетіне де, кардонның мына бетіне де сызамын. Және де қайшымен соны қиып шығамыз. Неке достар, мен екі кардонды бірдей қиып алдым. Достар, енді біз осы бір кардонымызға бірнеше сызықтарға бөліп сызып шығамыз. Менде неке кардонның ортасында 22 сантиметр, 11 сантиметр ортасын белгілеп аламын. Осы бөліктен бірнеше түзу сызықтар сызып шығамыз. Бірнеше бөлікке бөліп сызып алдым. Бұл бізге қазір ағаштарымызды біркелкі түзу қою үшін қажет болады. Достар, дәл осылай етіп, мінекей сызған сызықтардың үстіне дәл ұшынан осылай бір рет ағаштарымызды ыстық клеймен жабыстырып шығатын боламыз. Мінекей достар, біз бірінші бөлігін жабыстырып шықтық. Енді біз екінші бөлігін жабыстырамыз. Сіздерге бір рет көрсетіп жіберейін. Бізде осындай 4 ағашты әр осы бөліктерге жабыстырып шығатын боламыз. Бірінші ағашымыз осы шамамен 4 сантиметрдің арасы 4 сантиметр болу керек. Екінші ағашымыз 6 сантиметр. Үшінші ағашымыз тағы да 4 сантиметр. Төртінші ағашымыз тағы да 6 сантиметр. Осылай жабыстырып шығатын боламыз. Неке достар, мен барлық ағаштарымды жабыстырып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен көп қылып жабыстырып шықтым, әдемі көріну үшін. Енді екінші бөлігінде коробкамызды алып, қазір осы жерге клейімізді көп ағызып қойып, осыны осы жерге осылай жабыстыратын боламыз. Неке достар, бізде жабысты. Енді осының ортасында мынандай жіптері болады, клейдің. Олардың барын ажыратып алып алатын боламыз. Достар, біз қазір осы бөлікке мына айнаның шетіне шығып тұратын жерлеріне осы клеймен былай істеп шығатын боламыз. Сосын барлығын бірге қазір золотистый түске бояйтын боламыз.
Осылай етіп істеп шығатын боламыз. Достар, мінекей мен айнаның шеттеріне осылай қисықсыздықтар жүргізіп шықтым. Бұл клей менде кепті. Енді біз осы ағаштарымызды барлық бетті бояйтын боламыз. Бояйтын кезде міндетті түрде осы ағаштың астына бір көлеңке немесе үлкен қағаз төсеңіздер. Міндетті түрде осыны себетін кезде шайқап алыңыздар. Және де қауіпсіздік ережесін ұмытпаңыздар. Ауздарыңызға міндетті түрде маска тағыңыздар. Терезелеріңізді ашып қойсаңыздар болады. Бұның иісі өте қатты шығатын болады бізде. Барлық бөлігіне, яғни теріс бетіне де, оң бетіне де сеуіп шығатын боламыз. Достар, мен алтын түске бояп шықтым. Бізде толықтай кепті. Енді біз мына бөлікке айнамызды жапсыратын боламыз. Айнамыздың артына клейімізді жағып, ыстық клейімді жағып, дәл осы жерге осылай жапсырып аламыз. Айнаны жапсырып алдым. Айнамыз өте қатты жабысып қалды. Айнаның үстін соңында әдемілеп сүртіп алатын боламыз. Енді біз осы ағаштарымызды безендіретін боламыз. Мінекей, менде осы түстерді ұзын-ұзын болып тұрған жерлерге клеймен жабыстырып шығамын. Менде мынандай сары түстілер бар. Соны әр жерден осылай жабыстыратын боламыз. Мінекей достар, мен айнаның барлық бөлігіне моншақтарымды жабыстырып, әдемілеп безендіріп шықтым. Сіздер де дәл осылай етіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша айнаны безендіріп аласыздар. Осымен біздің айнамыз дайын болды. Енді біз айнамыздың артқы бөлігіне қабырғаға жабыстырғыш бөлігін жасайтын боламыз. Достар, артқы бөлігіне жабыстыру үшін осындай көлемде мен картон кесіп алдым. Және де осындай жіпті немесе кесілген жіпті пайдалансаңыздар болады. Пешмен қырқып алып, екі қабатқа орамын мен. Осылай орап, ыстық клеймен біз қазір жапсыратын боламыз. Дәл осы бөлікке бірінші жіпті жапсырып аламын. Үстінен коробкамен жауып тастаймыз.